Бұл ойындарды біраз адам білсе, біразы білмейді достар. Бұл видеода біраз ойынға обзор жасайтын боламын достар. Ең қызық ойын видеоның соңында. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп кет. Алдыңғы видеода біз Гренни бір жайлы айтқан болатынбыз. Енді Гренни 3 жолы айтатын боламыз. Гренни 3-ке келсек, ең басында біз осындай үлкен алып үйден қашуымыз керек болады достар. Қашу барысында бізге Гренни мен жанындағы ата кедергі болады достар. Олар мейлі ғой достар. Бірақ мына Слендрина деген елес Гренни мен шалдан да өте қатты қорқынышты болып келеді достар. Ойын 2021 жылы Developer компаниясы шығарған. Ойынның басталу сюжеті де өте қорқынышты болып басталады достар. Ойынына келсек, бұл ойындағы ең басты мақсат үйдегі маньякқа ұсталмай қашу керек достар. Ойынның ерекшелігіне келсек, бұл ойында әр шумнан кейін бүкіл затты орын-орнына қайтадан қойып, өзің қамалып тұрған темір торға қайтадан қайту керек. Әйтпесе маньяк сені ұстап алып, сол кезде өлтіріп тастауы мүмкін. Ойында 4 глава бар. Әр ойында жаңа кейіпкер болады. Ең бірінші главада біз Алан деген кейіпкерге ойнайтын боламыз. Бірінші главаның соңына қарай келсек, бізге маньяк лифттің рычагын тастап кететін болады. Енді осы жерде біз есікті ағашпен тіреп, лифтті қосатын боламыз. Және осы жерде лифттің көтерілгенін күтетін боламыз. Лифт келген соң рычагты орнына қойып, төменге түсіп, қашып кететін боламыз достар. Ең бірінші глава тура осылай аяқталады достар. Ал екінші главада біз достар Эмили деген персонажға ойнайтын боламыз. Ең басында біз Максқа рычагты жіберген болатынбыз. Енді Макс бізді келіп құтқарып алу керек. Біраз уақыт өткен соң Макс бізді келіп құтқарып алады. Маньяк бізді ұстай алмай қалып, ал біз бұл главадан да өтіп кетеміз достар. Үшінші главада біз Юджин деген персонажға ойнайтын боламыз. Ойынның ең соңында біз чемоданнан веревканы алып, маньякты сыртына қамап қашуымыз керек болады достар. Шум жасап, қойманың ішіне тығылып отыруымыз керек. Маньяк болса біраз уақыттан соң келеді. Маньяк бізді ұстау үшін крышаға қарай кетіп бара жатқан кезі. Маньяк крышаға кеткенде біз оны сыртынан құлтап кетеміз достар. Сөйтіп есіктен шығып қашып кететін боламыз достар. Ең соңғы главада достар біз бірінші главадағы Аланда ойнайтын боламыз. Иә достар, бірінші главадағы Алан лифттен түскеннен кейін қашпаған болатын. Яғни ол Аделді құтқаруға бел буған болатын. Аделге респираторды береміз достар. Сөйтіп біраз уақыттан соң маньяк келіп қалады. Сөйтіп маньяк Аделді өлтіруге баратқан кезде біз оны сыртынан қамап кететін боламыз достар. Маньякты газға тұншықтырып, бойындағы ключ картаны шешіп аламыз. Ключ картаны шешіп алған соң біз бұл үйден де қашып кететін боламыз достар. Үшінші ойымыз бізде Айз деген хоррор ойынымыз. Қазақша аударғанда көз деген хоррор ойын достар. Ойынның мақсаты үйдегі құбыжықтарға ұсталып қалмай, үйден қашып кету керек. Әр ойын сайын жаңа құбыжық пайда болады. Және 20 қапшық жинап қашып кету керек достар. Құбыжыққа ұсталмай әр бөлмеге тығылу керек. Әр бөлмеден әр заттар шығуы мүмкін. Шкафтар болса, шкафтарды тексеріп, ішінде қапшықтарды алу керек. Бұл ойынды шынын айтсам ойнауға кеңес берер едім. Өте қорқынышты ойын. Тіпті Гренни мен Метелден де өте қорқынышты ойын болып саналады. Монстр келе жатса, барынша тезірек одан алыстауға тырысу керек. Не болмаса бір бөлмеге кіріп кете салу керек. Осылай жүріп біз ойында да жеңіп кететін боламыз достар. Бүгінгі видеодағы ойындар саған ұнады ма? Егер де ұнаған болса комментарияға жазып кет. Тағы осындай ойындар қаласаңдар, давайте достар 100 лайк жинап тастайық. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.